Саламатсыздарма балалар? Бүгін біз түзумен шеңбердің орналасу жағдайларына тоқталатын боламыз. Бізде бұл 19 параграф геометрия оқулығының 108 бетіндегі тақырып. Сонымен түзумен шеңбердің орналасуы қанша түрлі жағдайдан тұрады, соған тоқталайық. Егер ол 3 түрлі жағдай, көріп тұрғаныңыздай 3 шеңбер сызып алдым. Мысалға, бірінші жағдай түзумен шеңбер мүлдем екеуінің ортақ нүктесі болмауы мүмкін. Екінші жағдай олардың бір ғана ортақ нүктесі болуы мүмкін. Үшінші жағдай олардың екі ортақ нүктесі болуы мүмкін. Сол үш жағдайға жеке-жеке тоқталайық. Бірінші жағдайда шеңберге мүлдем ортақ нүктесі жоқ, бір түзу жүргізейін. Бұл А түзуі болсын. Және мына жерде мен бір нүкте алып қояйын. Сонымен бұл А түзуі, оның бойынан бір А нүктені алдым. Ал бізде шеңбердің центрі О нүктесі. Міне, шеңбермен мынау түзудің ешқандай ортақ нүктесі жоқ. Яғни екеуі мүлдем қиылысып жатқан жоқ. Бұл бірінші жағдай. Сонымен осы түзумен шеңбердің арақашықтығы десе, центрдің арақашықтығы десе, онда екеуін қосамыз. Арақашықтық бізде перпендикуляр болу керек мына жер. Яғни ОА деген шеңбердің центрінен түзуге дейінгі арақашықтық. Ал бізде радиус бар. Радиус мына шеңбердің одан бастап шеңбердің шекарасына дейінгі арақашықтықты біз радиус дейтін білетінбіз. Бұл жерде радиус та бар. Сонымен егер жаңағы мүлдем ортақ нүктесі болмайды екен, онда шеңбердің центрінен түзуге дейінгі арақашықтық ОА бізде үлкен болады радиустан. Шындағы міне радиус осы, ал ОА деген одан артығырақ тұр. Радиустен үлкен болады екен. Бұл бірінші жағдай. Екіншісі, шеңбермен түзудің ортақ бір нүктесі болуы мүмкін. Яғни олар бір нүктеде қиылысады. Ортақ екеуінің бір нүктесі бар. Қиылыспай, бірақ ортақ нүктелер болады. Осы жерден бір нүктені алайын, А деп. О деген центр бар. Бұндай жағдайда біз түзуді шеңбердің жанамасы деп атаймыз. Мынау түзуді. Өйткені осы ортақ нүктеден түзу шеңберді жанап өтті. Сондықтан осы А деген түзуіміз бізде жанама. Мынау бізде жанама. Яғни түзумен шеңбердің ортақ нүктесі болады екен, онда түзу шеңберге жанама деп аталады. Ал мына тұрған нүкте жанасу нүктесі деп аталады. Бұл жағдайда радиус бар бізде тағы да. Аға дейін радиус жүргізіп алайын. Радиус бар. Шеңбердің центрінен түзуге дейінгі арақашықтық не болып тұр? Радиусқа тең болып тұр. Онда шеңбердің центрінен түзуге дейінгі арақашықтықты біз ОА деп аламыз. ОА тең радиусқа. Егер түзу шеңберді жанап өтсе, екеуі тең болады екен. Бұл екінші жағдай. Үшінші жағдайға өтейік. Үшінші жағдай, егер түзумен жаңағы шеңбердің екі қиылысқан нүктесі болса, бұл үшінші жағдай. Шеңбермен түзуді алайық. Яғни қиып өтіп кетсін. Неше жерден қиып өтіп жатыр түзуді шеңбер? Екі жерден. Мынаны А нүктесі деп алсам, мынаны Б нүктесі деп алайын. Б нүктесі. Екі жерден қиып жатыр. Сонда олардың ортақ екі нүктесі бар екен. Бұл үшінші жағдай. Бұдан басқа жағдай көріп тұрғанымыз жоқ. Сонымен бұл үшінші жағдайда тағы да радиусымыз бар. Ол радиус. Өткіз жүрейін бұлай қиылысты. Бұл бізде радиус. Ал шеңбердің центрінен түзуге дейінгі арақашықтық мына жер. Біз бағанадан А деп алып ататтық қой. Сондықтан оны А деп алайын. А нүктесі, мынасы нүктесі болсын. Шеңбердің радиусымен шеңбердің центрінен түзуге дейінгі арақашықтықты салыстырамыз бұл жағдайда. Бұл жағдайда көріп отырғанымыздай ОА кіші болады радиустан.
Міне осындай 3 түрлі жағдай бар екен. Шеңберге жаңа жанама жүргізуді білдік. Жанама мен шеңбердің ортақ бір нүктесі болады екен. Егер екеуінің ортақ бір нүктесі болса, ол жүргізілген түзу шеңберге жанама деп аталатын болды. Енді сол жанаманың қасиеттеріне тоқталайық. Қандай қасиеттері бар екен? Сонымен жанама егерде ол бірінші қасиет. Біріншісі, жанама әрқашан жанасу нүктесіне жүргізілген. Бірінші жанама жүргізіп алайын. Онда міндетті түрде бір нүктеде жанасады дедік. Сонымен жанама жанасу нүктесіне жүргізілген радиусқа әрқашан перпендикуляр болады дейді. Бұл бірінші қасиеті. Яғни жанасу нүктесіне бір радиус жүргіземіз. Міне. Сол жанасу нүктесіне жүргізген радиусқа әрқашан перпендикуляр болады екен. Яғни не деген сөз? Бұл радиус қой. Ал мынау түзу бізде А түзу. А түзуі перпендикуляр болады радиусқа. Бұл бірінші жағдай. Міндетті түрде, егерде жанаманың жанасу нүктесіне жүргізген радиус болады екен, ол радиус міндетті түрде жаңағы жанамаға перпендикуляр. Ол кез келген радиус емес. Нақты жанасу нүктесіне жүргізген радиус ол жанамаға перпендикуляр. Біз білеміз, шеңберде көптеген радиустардың бар екен. Соның ішіндегі жанасу нүктесіне жүргізілген радиус жанамаға перпендикуляр болады екен. Келесі екінші қасиет. Егерде шеңберден тыс бір нүкте жатса, шеңбердің сыртында шеңберден тыс бір нүкте жатса, бір нүкте алайын, осыны А нүктесі деп алсам, бұл А нүктесі болсын, ал бізде центр бар О деген. Осы шеңберден тыс жатқан нүктеден жүргізілген жанамалар дейді. Егер шеңберден тыс бір нүкте жатса, ол осы шеңберге неше жанама жүргізуіміз мүмкін? Бірінші соны жүргізіп көрейік. Бірінші шеңбердің мына жағынан өтетін, осы нүктені басып өтетін жанама жүргізіп алайын. Бір жанама жүргіздім. Мына нүктені Б1 деп алайын. Және радиусқа дейін онда арақашықтық бар. Бұл бізде радиус. Осы нүктеден бір жанама жүргіздім шеңберге. Тағы неше жанама жүргізе аламыз? Екіншісімен былай да жүргізе алады екен көріп тұрғандарында. Деп екінші жанаманы алсақ, оның да жанасу нүктесі бар. Және ол нүктені мен Б2 деп белгілейін. И сол нүктеге дейін тағы да радиус жүргізіп алайын. Біз және бірінші қасиетті айттық. Центрден радиус жанамаға түскен радиус жанамаға перпендикуляр болады дейді. Онда міндетті түрде бізде мына жерде екі перпендикуляр бар. Осы екі жер перпендикуляр болады. Енді айтады осы қасиетте жаңағы шеңберден тыс жатқан нүктеден жүргізілген жанамалардың кесінділері тең дейді. Біз екі ғана жанама жүргізіп алдық, басқа жанама көріп тұрғанымыз жоқпыз. Сонымен осы екі жанаманың кесінділері тең дейді. Ол не деген сөз? Ол Б1 деген кесінді бар мына жерде. А нүктесінен Б1-ге дейін кесінді. Ол тең болады А нүктесінен Б2-ге дейінгі кесіндіге дейді. Бұл екінші қасиеті болды.